Машхур Жүсіп. Алланың елшісі Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям жайлы. Өтіпті нәби, мурсал хисабы жоқ. Өніпті сол ысқақтан зүрияты көп. Ысмағұл тұқымынан Хақ Мұхаммед шығыпты жалғыз өзі бір кісі боп. Анадан туған шақта сәжде қылды. Құдая, үмметім, үммет деді. Қағба келіп бас қойды аяғына. Шіркеу неше бұт бұрқан жығылденді. Туған соң дүниені жарық қаптап, болды енді шайтандарды оқпен атпақ. Шайтандар енді көкке шықпас болды. Жерге илеп періштелер кетті таптап. Бір қатын Халима атты сақтап күткен. Құдайым оның сүтін халал еткен. Көрмеді ешкім оның бұлғанышын. Құдайым әуел бастан тап-таза еткен. 2 жыл 4 айдан соң атасы өлді. Жеткенде жас 6-ға анасы өлді. 8 жасқа жеткенде Тақсыр нәби, әкесінің әкесі тағы да өлді. Ағасы Әбу Талиб асырап күтті. Әр түрлі өнерлерден үміт етті. Сүйікті һәм көрікті, жомарт, ғәділ, бұзықлық онда болмас зәрә тіпті. Есейіп Хадишаға үйленген соң, терілер несіп шағы болғаннан соң. Алладан келер уақи шағы болды. Жастары 40-қа жетіп қалғаннан соң. Хадишадан туыпты 7 бала. 5-еуі қыз, 2-еуі еркек бала. Фатима, Әмгүлсім, Зейнеп, Рақия, Қасым, Тахыр, Махбүбі, Гаухардана. Жаралған Мұхаммедтің нұрдан жесімі, оқығыл жаратушы Хақтың есімі. Ия әйюхәл муддассир сүресімен аят түрі өлгілген. Иқра бисми. Онан соң бірте-бірте келе берген. Әйтеуір үйреткен соң біле берген. Әуелі дінге кірген Әбу Бәкір. Әйелден Хадиша еді бұрын кірген. 17 жерде өзі ұрыс қылды. Кәпірді қойдай қырды, Хайбарсында. Асыда аят бар, Ғали Акбар. Қолдады батыр Құмар пайғамбарды. Өш болып Әбу Жахил оқпен атты. Кәпірлер ренжітіпті Мұхаммедті. Таянып құптан уақыты жеткен шақта, періште Жибрейіл Хақтан келді. Ия Мұхаммед, Құдайың айтты сәлем. Жіберді Хило мен Тәш пырақ саған. Өзменен сырласып мұңдасын деп, сол достың болсын дейді қонан ақмаған. Һәм ақсадан жоғары алып кетті. Соған шейін ол пырақ қызмет етті. Миғраж деген жарық нұр пайда болып, сонымен Мұхаммедті аспанға елтті. Сол жерде құдіретпен шын сөйлескен. Құдайға онан басқа кім сөйлескен? Лә иляха илаллах деген жанды. Мақшарда жанған отқа салмаймын депті. 5 намаз, оразамен бар зекет, хадж. Оқырсың өзің үшін нәпіл намаз. Кәләм бар неше түрлі аят-ақ бар. Үмметке ғибрат қалсын, қағазға жаз. Артты бұрынғыдан расул түрі. Көркейді күннен күнге ісләм нұры. Шахарияр сахабалар барша сенді. Қапелім шек қылса да қалмай бірі. Жибрейіл пайғамбарға айтты мұны. Әуелі сіз тұрасыз мақшар күні. Үмметім шапағат қып алмақлықты. Бір Құдай сізге береді әуел күні. Кіресіз жаннат ішіне әуелі сіз. Нәбилер сізден бұрын кірмес әргес. Ілгері үмметтердің баршасынан жаннатқа үмметтерін кіреттес. Пайғамбар айтты Жибрейілге. Ей брадар, мекені жақсы құлдың жаннат тұрар. Күнәһар жандар жайлы үмметімнің ахуалы қандай болмақ, асла асқар. Білдірді бек сәлемін қылып ағиян. Алла айтты құдіретмен қалып пәрмен. Өлімнен бір күн бұрын тәубе қылса, пазылармен бар күнәсін кешедірмін. Расулдың дұғасын қабыл етіп Алла айтты. Тіпті тәубе қылса өлер сағат,